Ассаламу алейкум. Өте дәмді және дәруменге бай винегрет салатын дайындаймыз. Барлық көкөністерді алдын ала асып аламыз. 4 немесе 5 дана картопымызды 4 бөлшекке турап, кең ыдысқа саламыз. Екі сәбізімізді де асылған 4 бөлшекке турап, картоптың үстіне саламыз. Екі орташа немесе ірі көлемдегі қызылшамызды да 4 бөлшекке турап, көкөністердің үстіне саламыз. Бір орташа пиязымызды жартылай сақина етіп тураймыз. Табамызға 6 ас қасы өсімдік майын құямыз. Майымызды қыздырып, пиязымызды алтын сары түсті етіп қуырамыз. Пиязымыз дайын болғанша 250 грамм квашеный капустаны ұзынша майда етіп тураймыз. Және көкөністердің үстіне саламыз. Осы уақыт аралығында пиязымыз да қуырылып дайын болады. Көкөністердің үстіне өсімдік майымен қоса барлығын құямыз. Татуына қарай кішкене тұз және қара бұрыш себеміз. Консервіленген жасыл бұршақты 200 грамм көкөністердің үстіне саламыз, суын сарқып алып. Барлығын бір келкетіп араластырамыз. Міне біздің винегрет салатымыз дайын болды. Өте дәмді және дәруменге бай. Баршаңызға ас болсын, денсаулықтарыңыз мықты, астарыңыз адал мол болсын. YouTube арнамыздың ас мәзірлері ұнаса, тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі ас мәзірі видеосында кездескенше сау болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.